Асқарбай ақсақал таңертең ұйқысынан нашар көңіл күймен оянды. Бүгін оның туған күні. Қарт адам биыл тағы да бір мерейтойын жалғыз өзі тойлайтынына қайғырып ойланып отырды. Ойына өткен мерекелер, барлық отбасы мүшелерімен болған сәттер оралды. Міне, оның өмірінің соңында ол мүлдем жалғыз қалды. Енді ешкімнің онымен шаруасы жоқ еді. Асқарбай ақсақал күндегі әдетінше бір шын аяққа қоюлап, сүт қатқан шай құйып алып, балконға шығып, таңдағы таза ауаның хош иісін жұтты. Бұл оның ұзақ жылдар бойғы күнделікті жасайтын әдеті еді. Қайтыс болған жары Анаркүл оған әрқашан осы таңертеңгі әдеті үшін ұрсатын, әсіресе суық мезгілде далаға шыққанына. Шынында да әйелінің күйеуінің іс-әрекетіне жиі көңілі толмайтын. Анаркүл мен Асқарбай бірінші әйелі қайтыс болған соң 2 жылдан кейін танысып отбасын құрды. Марқұм бірінші әйелі ішімдік ішіп, көлік жүргізген жүргізушінің кесірінен қаза тапты. Жүргізуші көлігін басқара алмай, аялдамаға келіп соғылады. Бұл апаттан 2 адам жараланып, Асқарбайдың бірінші әйелі қайтыс болады. Одан қалған жалғыз бала Ғанибек сол кезде әлі 5 жасқа толмаған еді. Асқарбай ақсақал сүйікті жарын жоғалтып алған соң қатты қайғырды. Жалғыз өзі кішкентай ұлына қарай алмады. Ол тіпті үй шаруашылығын қалай істейтінін де білмеді. Осы уақытқа дейін тек түздің ғана жұмысын істеген ол үйдің барлық тірлігіне үлгере алмады. Енді ғана марқұм жұбайының қадірін түсінгендей, ол осыншама тірлікті бір өзі атқара алмайды. Ұлы әлі кішкентай, оған қамқор болатын адам керек, ана махаббаты керек. Сондықтан достары оған жақсы әйел тауып береміз, 2-ші рет үйлен деп кеңес берді. Ол Ғанибекке анасының орнына ана болады деп сендірді. Осылайша Асқарбай ортақ таныстары арқылы Анаргүлмен танысты. Оған да жеке өмірін құру оңай болмаған көрінді. Өйткені ол да бұған дейін тұрмыс құрған, бірақ балалы болмағасын ажырасып кетсе керек. Асқарбай үйленуге ұсыныс жасағанда ол қуанышпен келісім білдірді. Ал Асқарбайға басында Анаркүл Ғанибекті жылы қабылдағандай көрінді. Асқарбай 2-ші әйеліне үлкен құрметпен қарады, бірақ алғашқы әйелін ұмыта алмады. Сондықтан ерекше сезімін көрсетпеді. Ғанибек те анасынан айрылған соң қатты қайғырды және жасына қарамастан енді ол өзін өз анасы сияқты ешкімнің жақсы көрмейтінін түсінді. Бірақ ол өзі табиғатынан момын, тәртіпті, тәрбиелі бала болғандықтан ол өгей анасын жақсы қабылдап, оның айтқанына бағынуға тырысты. Бірақ сонда да Анаркүлдің ықыласына, оның махаббатына қол жеткізу оған қиын болды. Әр күні ол әкесіне ұлының жаман мінезі туралы шағымданатын. Сондықтан әкесі оны жиі жазалап отырды. Уақыт өте келе Асқарбай да жар таңдауда қателескенін түсінді. Анаркүл оның ұлын анық жек көретінін және бала туралы жаман сөздерді өзі ойдан шығарып айтып жүргенін сезді. Осы себептен бірнеше рет екеуі ұрысты. Содан кейін Асқарбай бұл қарым-қатынасын тоқтатуды жөн көрді. Бірақ Анаркүлдің жүкті екендігі анықталғанда өзін қолға алып, некесін сақтап қалуға шешім қабылдады. Ал қыздары Талшын дүниеге келгеннен кейін Анаркүл өгей ұлын мүлдем жақтырмайтын болды. Мен сенің ұлыңның Талшынға жақындағанын қаламаймын, деп жиі айтатын. Сен неге олай дейсің? Талшын оның бауыры ғой. Бұлай айтуға сенің қалай ғана дәтің барады, деп таңдана сұрады Асқарбай. Әйелі ештеңе тыңдамады. Ғанибекті адам құрлы көрмеді. Оны жақтырмайтынын, оның көзінше ашық айтудан да тартынбады. Содан Ғанибек 10 жасқа толғанда Анаркүл бұл мәселені түпкілікті шешуді жөн көрді. Ол Асқарбайға өз талабын қойды. Не қызыңды, не ұлыңды таңда деді. Содан ол ойлана келе Ғанибекті нағашы тәтесінің, марқұм анасының сіңілісіне беруді жөн көрді. Жүрегі ауырса да Асқарбай баласын нағашыларының үйіне апарып тастауға мәжбүр болды. Кейін өмірінің қалған бөлігінде ол бұл әрекеті үшін өзін кінәлайтын болады.
Ал әзірге бұл оған жалғыз шешім сияқты көрінді. Құрметті тыңдарман, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, еңбегімді бағалаңыз. Каналға тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Осылайша Ғанибекті ең жақын адамы өмірінен сызып тастады. Нағашы тәтесінің үйінде әлбетте оған әлде қайда жақсы болды, бірақ жүрегі әлі де әкесін аңсады. Бала әкесін күтті, алдымен анда-санда кездесетін кездесулерді күтті, содан кейін ең болмағанда телефон қоңырауларын күтті. Ал соңында мүлдем күтудің пайдасыз екенін түсініп, күтуін тоқтатты. Бірақ әкесіне ренжіген жоқ. Өмірдің қаншалықты қиын дүние екенін түсініп, жағдайлардың әрдайым бізге қолайлы бола бермейтінін білетін. Асқарбай ақсақал өз отбасымен бірге тұрса да, өзін ол жерде бөтен адамдай сезінді. Қызы әкесіне мүлдем жақын болмады. Ал кейде ол оны мүлдем байқамайтын сияқты көрінетін. Ғанибек үйден кетсе де, Анаркүлдің күйеуіне деген көзқарасы өзгермеді. Ол сол баяғы қалпы, оны жақтырмай, қайта-қайта ұрыс шығарып, оны кінәлауын тоқтатпады. Бірақ Асқарбай оның айтқандарын көңіліне алмауға, немесе жай ғана оны елемеуге үйреніп қалған сияқты. Анаркүл осыдан 10 жыл бұрын өмірден озды, және бұл соншалықты біртүрлі жаман естілсе де, Асқарбай ақсақал ол өмірден кеткенде бір жеңілдікті сезінді. Қызы Талшын шетелге өз отбасымен бірге көшіп кетті. Әкесіне хабарласуды мүлдем қойды. Бірақ 5 жылдан соң алғаш рет хабарласып, «Әке, сенің жиен немерең Алматыға оқуға түсуге шешім қабылдады, сондықтан ол сенің үйінде тұратын болды», деді Талшын, тіпті оның келісімін сұрамай. Асқарбай ақсақал оның бұл шешіміне таңғалды. Сонымен қатар, ол ендігі жалғыз өмір сүруге үйреніп те қалған еді. Бірақ біраз ойлана келе, жанында туған адамының болуы, әсіресе өзінің қартайған шағында жалғыз болмағаным жақсы болар деп шешті. Бір айдан кейін Райса келді де, көп жылдар бойы көрмеген атасын құшақтамастан, бірден өзі тұратын бөлмені таңдауға кірісіп кетті. Оның көзі атасының бөлмесіне түсті, және ол атасынан кішкентай жатын бөлмеге көшуін өтінді. Енді Асқарбай ақсақал жайлы, тыныш өмір туралы тек армандаумен болды. Райса үйге жиі таныс емес адамдарды шақырып, шулы отырыстар ұйымдастыратын. Ал атасы бұндай отырыстарға қарсы екенін айтып, дереу тоқтатуын өтініп шағымданғанда, Райса атасына тым дөрекі жауап беретін. Бір күні ақсақал шыдамай, қызына қоңырау шалды. «Талшын, енді бұлай өмір сүру мүмкін емес. Райса менің тілімді алмайды. Үйде неше түрлі тәртіпсіздіктер жасап жатыр. Мен тіпті тыныш демала алмайтын болдым. Мен қартайған шағымда, ол маған қолқанат болады деп ойласам, оның мұнысы не? Қызың үшін енді басқа үй ізде, онымен бірге тұру мүмкін емес. Мен оның қылықтарын енді көтере алмаймын», деп айтты қария. «Әке, сіз бұлай айтуға ұялмайсыз ба? Райса сіздің жалғыз немереңіз. Сіздің жасыңыздағы қарттар әдетте үйлерін немерелеріне жазып қалдырады. Ал сіз болсаңыз, оны үйіңізден қуып шығарғыңыз келеді. Өлгелі жатқанда кім сіздің аузыңызға су тамызады? Сол туралы ойладыңыз ба?» деп қызы зілді дауыспен айтты. «Иә, оның мына мінезіне шыдаймын деп, ертең-ақ өлетін шығармын. Ол мына түрімен менің аузыма су тамызбайтын да шығар. Жалпы саған айтайын дегенім осы. Бұл тәртіпсіздікті тоқтатып, енді маған тыныш өмір сүруге мүмкіндік берулеріңді сұраймын», деп айтты Асқарбай ақсақал. Сосын телефон тұтқасын қойды. Осы әңгімеден соң 1-2 күн өткесін Райса атасының пәтерінен көшіп кетті. Тіпті атасымен қоштасуды да қажет деп санамады. Содан бері қызы екеуі тағы да сөйлеспей қалды. Тек бір күні қызы тағы қоңырау шалып, Асқарбай ақсақалдың пәтерге мұрагер етіп немересін рәсімдеді ме жоқ па деп сұрау үшін телефон шалды.
Бірақ теріс жауаптан кейін телефон тұтқасын тастай салды. Әкесі сөзін аяқтағанша да күтпеді. Міне, бүгін оның 85 жылдық туған күнінде қызы әкесіне қоңырау шалып жағдайын сұрап, құттықтауды да ойламады. Қарт адам терең демалып, шайын ішіп отырған кезде есік қоңырауының шылдырын естіді. Есік алдында немересі таныс емес бір жігітпен тұрды. «Ата, танысып қойыңыз. Бұл Макс. Біз екеуміз жақында үйленеміз деп шештік. Сондықтан қайда тұратынымыз туралы сізден кеңес алуға келдік», деді немересі атасына қарап. «Сендер менің пәтерімде тұруды қалап тұрсыңдар ма? Солай ма? Бірақ сендер маған қарағанда әлі жассыңдар, жұмыс істеп ақша тауып, өздеріңе үй сатып алуға қауқарларың жетеді деп есептеймін», деді Асқарбай ақсақал. Мақсұт көзін қайта-қайта жыпылықтатып, өзін бұл әңгімеге түк қатысы жоқ адамдай ұстады. Қарияның бір таңқалғаны, бұл жолы Райса өте мейірімді адамдай болып көрінуге тырысты. «Жақсы, бізге бұл үйді бермесеңіз бермей-ақ қойыңыз. Сонда да Мақсұт екеуміздің үйлену тойымызға бізді құттықтау үшін келетін шығарсыз деп үміттенеміз», деді де жиен немересі шақыру билетін тастап кетіп қалды. Туған күн туралы әрине әлі ешкім есіне алмады. Асқарбай ақсақал Райса мен Мақсұттың тойына бармайтын болып шешті. Бірақ немересін осындай маңызды күнні құттықтау керек деп ойлады. Оның жинап жүрген ақшасы бар еді. Зейнетке шықса да қосымша жұмыс істеп жүрген соң, ол соңғы 3 жылда зейнетақы есеп шотындағы ақшаларым жинала берсін деп алмай жүрген еді. Ауырып қалсам маған қарайтын ешкім жоқ, өзіме ғана сенуім керек деп, бәрібір ол ақшаны қайда жаратамын деп жинап жүрген еді. Сондықтан қария еш нәрсені кейінге қалдырмай жиналып, немересіне сыйлық сатып алу үшін қажетті соманы алуға банкке барды. Банк ішіндегі касса алдында тұрып, Асқарбай ақсақал қажетті құжаттарын көрсетті. Кассир оған күмәнмен қарады. Паспорттағы суретімен қарияны ұзақ салыстырды. Сосын оның мүлдем басқа бөлмеге өтуін сұрады. Ол өзіне қызметкерлер банк өнімін ұсынады деп ойлап, дереу бас тартуға дайын болды. Бірақ басқарушының сөздерінен кейін оның өңі солып кетті. «Асқарбай Қасымханұлы?» деп сұрады банк басқарушысы. «Иә, ол мен. Паспортымды көрсеттім. Нақты қандай мәселе бар?» деді қарт адам айтарлықтай қобалжып. «Сіз бізді түсініңіз, Асқарбай Қасымханұлы. Біздің базада сіз қайтыс болған адамдар қатарында тұрсыз», деп біраз қиналып жауап берді банк қызметкері. «Не? Сіз не айтып тұрсыз? Қайтыс болғаны несі?» Қария естігеніне сене алмады. «Иә, сондықтан да сіздің шотыңыздағы барлық қаражат бұғатталған. Күте тұрыңыз. Бірақ бұл қалай болуы мүмкін? Мен мұндамын. Мен тірі адаммын. Міне, менің құжаттарым», деп қария түсінбей өзінің дұрыстығын дәлелдеуге тырысты. «Кешіріңіз, бірақ мен мұның қалай болғанын білмеймін. Сондықтан тыныштық сақтаңыз, әйтпесе полиция шақыруға мәжбүр боламыз», деді банк қызметкері, терең дем алып. Қария құжаттарын алып сыртқа шықты. Ол өзін жайсыз сезініп, жерге отыра кетті. Кенет қалтасындағы телефоны шырылдады. Бұл Ғанибек еді. Ол әрдайым әкесін туған күнімен құттықтау үшін қоңырау шалатын. «Рахмет ұлым, сен бүгін мені туған күніммен құттықтаған жалғыз адамсың. Бірақ мен тірімін бе, өлімін бе білмеймін», деді қария жылап. «Әке, қайда екеніңізді маған айтыңызшы, мен қазір келемін», деп Ғанибек алаңдаушылықпен сұрады. 15 минуттан кейін Ғанибек көлігімен қажетті жерге келді. «Не болды, әке? Телефон арқылы сіздің не туралы айтып отырғаныңызды түсінбедім. Не болды? Сізде бәрі дұрыс па?» деп сұрады ұлы. Асқарбай ақсақал баласының бұл қамқорлығына риза болды. Ол банкте не болғанын түгел айтып берді. Сондықтан екеуі полиция бөлімшесіне барып, болған жағдайды бірге шешуді жөн көрді. Олар бөлімшеде кешке дейін отырды. Олар қарт адамның жеке басына қатысты бірнеше құжаттарды тексеріп, қарап шықты. Содан кейін оларды тергеушіге шақырды. «Асқарбай ақсақал,
біз сіздің басыңыздан өткен жағдайдың себебін таптық. 3 жыл бұрын сіздің туыстарыңыздың тарапынан сіздің жоғалғаныңыз туралы арыз берілген. Заң бойынша, егер адам жоғалған күннен бастап 3 жыл ішінде тірі табылмаса, немесе оның мәйіті осы мерзім өткен соңда табылмаса, ол автоматты түрде қайтыс болған адамдар қатарына қосылады. Міне, сізбен де сондай жағдай болып тұр, деді тергеуші. Бірақ менің әкем ешқайда жоғалмады. Ол осы уақытқа дейін өзінің қалыпты өмірін сүріп келді. Айтпақшы, сіз туыстарыңыз арыз берген дедіңіз бе? Мүмкін қателескен шығарсыз. Ол арыз берген адамның аты кім? Деп сұрады Ғанибек. Өйткені Асқарбай ақсақал қобалжығаннан ештеңе айта алмады. Тергеуші арыз берген оның қызы Талшын екенін айтқанда, қарияның көңілі одан әрі түсіп кетті. Тергеуші Ғанибекпен жеке қалған кезде олардың бұл әрекеттерінің себебі жылжымайтын мүлік болуы мүмкін екенін айтты. Өйткені егер атаны өлді деп таныса, оның пәтері жақын туыстарына, яғни қызы Талшынға мұраға қалмақ. Бұл ақпараттың жалған екенін растап, тағы арыз жазу қажет болды. Бірақ бұл іс көп уақытты алатын болғандықтан, олар арыз жазып кетіп қалды. Ғанибек әкесін үйіне жеткізіп салғанда, оның құлазыған күйін байқап, қасында қалуға шешім қабылдады. Алдымен Асқарбай ақсақал қызына қоңырау шалып, барлығын анықтауға тырысты. Өкінішке орай оның нөмірі сөндірулі болды. Ал түнге жақын есік қағылды. Есік алдында Райса мен Мақсұт тұрды. Олар атаны үйінен қуып шығу үшін келгендерін айтты. Себебі құжаттарға сәйкес, енді ол тірі адамдар қатарында емес. Райса тіпті еш ұялмай, анасы Талшынмен құрған жоспарлары туралы тәптіш деп айтып берді. Олар Асқарбай ақсақалдың пәтерді немересінің атына жазып беретін күнді ұзақ уақыт күтті. Бұл жағдайда қария қалған өмірін қарттар үйінде өткізуі мүмкін еді. Бірақ ол қызының айтқанына көнбеді. Содан кейін олар қарияның жоғалғаны туралы арыз беруге шешім қабылдады. Көп ұзамай олар арада 3 жыл уақыт өтіп кеткенін түсініп, қарияны өлді деп танып, пәтерге деген өз құқықтарын талап етуге келді. Жас жұп үйден Ғанибекті көргенде қатты таңғалды. Олар осы уақытқа дейін араласпаған әкесі мен ұлы арасында ендігі еш байланыс жоқ дегенге сенімді болған еді. Ал қарт адам пәтерді ұлына көп жыл бұрын жазып бергенін айтқанда, олар оған жұдырық ала жүгірді. Осы сәтте Ғанибек шақырған полиция қызметкерлері пәтерге кіріп келді. Қайғыдан қан жұтқан Асқарбай ақсақалдың немересі мен оның күйеу жігітін алып кетті. Полиция бөлімшесінде қария оларға қарсы арыз жазудан бас тартты. Бірақ оларды өз өмірінен біржолата өшіруге шешім қабылдады. Ал өзінің құжаттары бірнеше айдан кейін қайта қалпына келтірілді. Асқарбай ақсақал осылайша өзінің қалыпты өміріне қайта оралды. Оған осы уақыт бойы Ғанибек көмектесті. Қария ұлының отбасымен танысты. Олар оны жылы қарсы алды. «Кешір мені ұлым, бәрі үшін», деп қария ұлынан кешірім сұрады. Ғанибек әкесін бар мейірімімен құшақтады. Оны баяғыда кешіргенін айтып, еш нәрсеге қарамастан, арада бірнеше жыл өтсе де, өмірдің оларға тағы да бірге болу мүмкіндігін бергеніне қуанышты екенін айтты. Соңы, құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Және де әңгіме тыңдағанды жақсы көретін таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мені қолдайтын әр оқырманыма мың алғыс.